Қайырлы күн достар. Бүгін біз жұмсақ етіп өте дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар ол 200 мл қайнаған су, 300 мл сүт, салқын сүт, 1 ас қасық май, 3 ложка қант, 1 ложка тұзымызды қосып, 1 ложка дрожжымызды қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды сеткадан өткізіп аламыз. Бір ас қасық разрыхлитель қостым. Қамырымызды жұмсақ етіп илейтін боламыз. Мінекей қолға кішкене жабысып тұрса, жұмсақ болып әдемі болып піседі. Енді қамырымыздың бетін жауып 1 сағаттай жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған бауырсағымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Мінекей бауырсағымызда дайын. Осы бауырсақты міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздерші. Ыстық бауырсақпен ыстық шай ішіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.